Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, қазіргі уақытта хит болып жатқан жұп-жұмсақ сәукеле себет жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші тестасын жасап аламыз. Суымызға дрожжды және қантты салып, бетін жауып, көтерілуге 10 минутқа қойып қоятын боламыз. 10 минуттан соң тестамызды дайындап бастаймыз. Сүтімізді, қантымызды, тұзымызды және бір жұмыртқа қосамыз. Сұйық май және де жаңағы ашытқымызды салып, жақсылап қамыр басатын боламыз. Қамырды қатты қылып басуымыз керек. Жұмсақ болса формасын ұстамайтын болады, сондықтан қатты қылып басыңыздар. Міне осылай қатты қылып басқаннан кейін бетіне аздап сұйық май құйып, тағы да осылай басып жібереміз де 2 сағаттай көтерілуге қоямыз. Қамырымыз қатты болғаннан кейін өте жай көтеріледі. Міне осылай баспай тұрып алып аламыз да 120 грамм қамырды кесіп аламыз. Бұл бізге сәукелеміздің төбесін жасауға. Енді осылай басып аламыз да тағы да 300 грамм қамыр алатын боламыз. Міне. Сәукелеміздің төбесін лағман созғандай етіп жасап аламыз. Осылай орап қойып қоятын боламыз. Енді ең маңызды бөлігі, бұл уақытта біздер ұзыннан жаямыз. Сопақша етіп ұн сеуіп тұрамыз. Онды қатты сеппеу керек, әйтпесе соңынан жабыстырғанда жабыспай қалатын болады. Міне осылай сопақша етіп жаямыз. Енді бізге мынандай ролик қажет болады. Бұл роликтің тұтқасы болады, мен оны алып тастадым. Ол бізге керек емес. Және осылай қатылап басып, жабысып қалған жерін қолымызбен алып жүретін боламыз. Бұл песочный тестіға арналған болғандықтан, жіңішке тестіларға арналған болғандықтан, қалың тестіларды осылай арасында кейбір жерін қалдырып кетеді, оны пышақпен өзіміз кесіп жүретін боламыз. Міне барлығын реттеп шықтық, енді жиектерін осылай артығын алып тастаймыз. Енді пергамент қағазға осылай қойып алдық. Міне іші кардон, сырты фольга. Майлаймыз міндетті түрде. Енді дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Осылай жабыстырамыз астын. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Міне. Ашылып кетпеу керек, сондықтан жақсылап жабыстырыңыздар. Сыртына жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша әсем дейсіз, біздер макпен кунжут септік. Бұған енді қолдың ептілігі керек аздап, сондықтан міндетті түрде істей беріңіздер, сіздерде міндетті түрде шығады. Заказбен жасатуларыңызға болады, ол үшін маған инстаграмға жаза қойыңыздар. Дастарханыңыздың сәні болады, өте әдемі болып шығады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Осыны қызып тұрған 200 градус пешке 15 минутқа 10 минутқа қойып аламыз, өте тез піседі. Егер кардоныңыз жұқа болып жатса, осылай түсіп кетуі мүмкін, сондықтан ортасына темір бір нәрсе қойып қоюларыңыз керек. Міне осылай пешке жібереміз.
және фольгадан осылай жасап аламыз. Бұл бізге жоғары қатты пісіп кетіп жатырса, соның үстіне қойып қоюға керек. Осылай істесек, жоғары піспейді де жандары пісе беретін болады. Өте дәмді болып шығады, әдемі болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біздің каналда осындай рецепттер болады, булочкалардың рецепттері. Сондықтан міндетті түрде колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Қонақтықта хит болып жатқан осындай корзинканың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ол үшін тестасын дайындау керекпіз. Тестасының рецептісі, дайын видеосы төменде описаниеда бар, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Бұл бізде корзинкамыздың ең төменгі бөлігі. Осылай 300 грамм алып аламыз. Қолымызбен осылай ретке келтіреміз. 300 грамм болу керек. Сәл асса ештеңе етпейді. Енді біздер корзинкамыздың ручкасын және де жоғарғы бөлігін жасау керек боламыз. Оны біздер өріммен жасайтын болғандықтан 3 бөлікке бөлу керекпіз. Ручкасына 40 граммнан 3 бөлік алып аламыз осылай. Бұны біздер мыжымаймыз, жиырмаймыз, себебі мыжып жиырып тастайтын болсаңыздар, ол соңынан илегенде қиын болады. Міне, енді бұл бізге жиегіне, яғни корзинкамыздың жоғарғы жағына. Бұны біздер 100 граммнан алып аламыз. Міне, дәл осылай 3 бөлік 100 граммнан алып аламыз. Бұның да біздер соңынан лағман созғандай созатын боламыз. Сол уақытта қиын болмас үшін бұлай жиырып қолдарыңызбен жинап тастамаңыздар. Міне. Енді бөліктерін дайындадық. Астыңғы бөлігін қазір дайындайтын боламыз. 300 грамм тестамыз. Бұны қалауыңызша баса берсеңіз болады. Енді бұны біздер сопақ қылып осылай илейміз. Міне иледік. Бұл біздің қазанымыз. 2 литрлік қазан. Сыртынан фольгамен қаптадық. Және бұның ұзындығы 37, осылай өлшегенде 37. Енді біздің мына тестамыз судан кішірек болу керек. Тестамыз мына 27-28. Бұл себебі теста әлі үлкейеді, сондықтан қатты үлкен қол жүрмеңіздер, әйтпесе сыртына дейін ағып кететін болады. Мынадай ролик енді бұл базарда сатылады. 1000 теңге тұрады Оралдың базарында. Осылай ретке келтіріп аламыз жаңағы елегенімізді. Енді былай басып шығамыз. Бұның ручкасы болады. Мына роликтің біз оны алып тастадық. Бұл жұқа тесталарға арналғандықтан қалың тесталарды дұрыс кеспейді, сондықтан осылай қолымызбен өзіміз қаттылап басып кесеміз де қалған ашылмаған жерлерін пышақпен кесіп жібереміз. Міне артық жерлерін алып тастаймыз, дөңгелек болуы керек. Енді бұның үстіне аздап ұн сеуіп жібереміз. Кейін қазанымыздан алғанда оңай болу үшін. Қазанымызды майладық. Енді бұның үстіне қоямыз. Қаттаны шетіне дейін созып жібермеңіздер, себебі бұл піскен уақытта әлі де өзі созылады. Ашылмаған жерлерін ашып, реттеп жібереміз осылай. Артық жерлерін әлі де кесіп жүреміз осылай. Міне осылай соңына дейін жеткізбей қоямыз. Енді бұны сары жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. 100 градусқа асықпай пісіреміз, 40 минуттай піседі. Бұл уақытта біздер корзинкамыздың ручкасын жасайтын боламыз. Міндетті түрде қолдарыңызды майлай белеңіздер. Сонда тез шығады осындай. Үшеу жасаймыз. Соңынан өруіміз үшін
Міне енді жан жақтарын біріктіреміз, жақсылап піскен уақытта ашылып кетпеу үшін енді тығыздап өретін боламыз. Біркелкі қылып осылай жаюға тырысыңыздар, сонда әдемірек болады. Жан жақтарын жақсылап біріктіреміз. Және дәл осылай қойып қоямыз. Енді бұл бізде корзинкамыздың жоғарғы жағы. Бұны біздер 95 сантиметр қылып илеп аламыз. Жаңағы 100 грамм қамырымызды 95 сантиметр ұзын болғанға дейін осылай созамыз, лағман созған сияқты. Мұны да өріп аламыз. Корзинкамыздың жоғары жағы осылай қызарып кетіп жатса, фольга қойып қоямыз. Мыналарды дайындап қойдық. Фольга қойып қойсаңыздар, үсті жағы піспейді де, жандары піседі. Бұны әбден суығаннан кейін шешеміз, әйтпесе формасын бұзып алуымыз мүмкін. Енді корзинкамыздың ручкасы тұратын жерге ғана май жағамыз да, осылай ручкасын қоямыз. Ручкасында қатты созып жүрмеңіздер, ұзын болып кетсе де әдемі болмай тұрады, жартысына дейін жетіп тұрса жарайды. Ручкасын лағман созғандай созғанда 30 сантиметрдей болу керек. Міне енді мұны да қоямыз. 100 градусқа 40 минуттай піседі, жоғары жағы пісіп кетіп жатса, фольга қойып қоямыз тоже. Енді бұның астын соңынан пісіреміз. Бұны қалай өлшейміз? Осы корзинкамыз асты дайын болғаннан кейін дұрыстап өлшеп аламыз. Дәл осымен бірдей қыламыз, себебі піскен уақытта әлі үлкейеді. Қатты ұзын да, қатты кішкентай да болып кетпеу керек. Енді бұл жерін жабыстырған жеріміз жабыстыру үшін жапырақ жасаймыз. Қалауыңызша гүл, тағы да басқа нәрселер қоссаңыз болады. Біздер жапырақпен орын жауып қойдық. Міне, енді бұған да жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Бұл бізде 10 минутта піседі, 180 градуста пісіріп алсаңыздар болады. Енді барлық жеріне кунжутты көп қылып себеміз. Кунжут көп болған сайын әдемі көрінеді. Және мына жапырақ тұрған жерге тек қана мак сепкендеріңіз жақсы. Менде мак пен кунжут араласқан болғаннан кейін не бар соны септім. Міне. Енді мұны да пісіріп алам 180 градуста 10-15 минутта. Енді біздерде тағы да артық жерлері бар. Соны қазанымызға салып, осылай кесіп аламыз. Тегіс болу керек. Артық жерлерін осылай алып тастап жатырмыз міне. Сындырып алмай, абайлап, жайлап кесіп алып тастаңыздар. Міне тегістелді. Бұл бізде корзинкамыздың үсті, мынау ручкасы. Енді жинайтын боламыз. Үстіне қоямыз және зубочисткамен біріктіреміз. Негізі мен үйренген мастер-классы зубочистканы ортасынан сындырады, бірақ тым кішкентай болып кетіп біреудің тамағына кетіп қалатын сияқты, сондықтан мен зубочистканы осылай ұзын күйінде қадап жатырмын. Енді ручкасын осылай тоже зубочисткамен біріктіреміз. Достар, өте әдемі болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Осыны үйреніп алып, тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де менің каналымда осындай сәукеленің, тағы да көптеген керемет рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліңіздер, колокольчик басып қойыңыздар. Және де достар, біздің магазинімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Нурин Уральск мужской және де парный киімдер сатамыз. Бағалары тиімді, Каспи Ред, доставка барлық жерге бар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Инстаграм Нурин Уральск.